тіршілік иесі. Табиғаттың тылсым күші, құпиясы біз үшін әлі де жұмбақ дүние. Мен саналы адам бір түйір тамшыдан пайда болдым. Жарық дүниеге келіп, зор махаббатқа кенеліп өстім, ер жеттім. Табиғат заңдылығының зор күші махаббат сезімін сезініп, тағы да ұрпақ жалғасын. Әкесі мен анасының жүрегі балапанын пайда болды. Бұл зор ана бақыты. Сәбиімді бесікке салып әлдилеп тербеттім. Тәй-тәй басып, үлкен өмір жолына қадам басты. Бұлдыр-бұлдыр тәтті алғашқы сөздерін айтып, қуантты. Баламыздың әр өмір белесіндегі кезеңі бізге бақыт, зор үміт пен қуаныш сыйлайды. Иә, уақыт зымырап өтуде. Кеше ғана білім есігін ашқан баламның білім әлеміндегі 4 айда өте шықты. Ғалым да, шахтер да, аспаз да, бәрі білім әлемінде алғаш әліппе оқуын әріпті, оқуды, жазуды танып, сауатын ашады. Бұл зор қуаныш емес пе? Бүгін міне сол қуаныш сәті туды. Балапандарымыз әліп танып, сауат ашқан, әліппе оқулығымен қоштасады. Қой, уақытты созбайық, бір А сыныбының әліппемен қоштасу мерекесіне барайық. Жүрелік, білім әлеміндегі баламыздың алғашқы жұмысының жемісін көріп тамашалайық. Hoş geldinіздер ата-аналар. Бүгінгі біздің балаларымыздың 4 ай ішіндегі білім жемісін қабыл алыңыздар.